Сәлем достар, бүгін біз кукуруз және фасоль сорпасын дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттер төмендегі описаниеден көре аласыздар. Алдымен каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Ал біз бастайық. Ең алдымен бір дана пиязды кубик етіп турап аламыз. Дәл солай бір дана сәбізді де тураймыз. Келесі 2 дана картопты да кубик етіп турап дайындап қоямыз. Осыдан кейін отқа кастрюляны қоямыз. 3-4 ас қасық май құйып, фаршты салып қуырамыз. Астындағы отты жай қоюымыз керек. 3-4 минут қуырылған фарштың үстіне алдын ала турап дайындалған пияз бен сәбізді салып тағы да қуырамыз. 5 минут уақыт өткеннен кейін үстіне 1 шай қасықпен томат, яғни қызанақ пастасын қосуға болады. Егер қолдарыңызда болса, балғын қызанақты ұсақтап турап қосып жіберсеңіз болады. Осыдан соң 1,5 литр салқын су құйып, астындағы отты күшейтіп, кастрюляның бетін жауып қоямыз. Қайнап бастағанда астындағы отты қайтадан жай қоюымыз керек. Шамалы қайнаған соң үстіне туралған картопты саламыз. Және 20 минутқа бетін жауып қайнатуға қойып қоямыз. Және тұзды да ұмытпаймыз. 20 минут өткен соң фасоль мен кукурузаны салып 10 минут тағы да қайнатып алуымыз керек. Отын өшіріп 5 минут бетін жабулы күйі қойып қоямыз. Осымен сорпамыз ұсынуға дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер ұнаған болса, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және бүгінгі сорпаны міндетті түрде жасап көріңіздер.